Тасай ауылында Ақбай Қарасу су қабылдағышынан Шымкентке ауыз су жеткізілетін стратегиялық маңызды құбырдың үстінен салынған сауда үйі ерікті түрде бұзылып жатыр. Сот отырыстарының нәтижесінде ғимаратты бұзу керек деген шешім қабылданды. Қазіргі уақытта, қазіргі күнге дейін Шымкент қаласы бойынша 2319 объектінің санитарлық қорғау жолағын бұзып отқандығы анықталып отыр. Оның ішінде 269 материал қазіргі уақытта дайындалуда. Біз осы материалдар бойынша сотқа дейінгі тәртіпте, сот тәртібінде, соттан кейінгі тәртіпте де осы істі дауды реттеу мәселесін шешу жұмыстарын жүргізудеміз. Құрылыс жүргізіп, жаңа ғимарат салғанда санитарлық қорғау жолағының талабын бұзу міндетті түрде кері салдарға келетінін ескеріңіз. Апат болған жағдайда ірі магистральды желілердің істен шығуы былай тұрсын, адам өміріне де қауіп төндіреді. Осы мәселеге байланысты Шымкент қаласының тұрғындарын баса назар аударуға шақырамын. Су құбырларының санитарлық қорғау жолақтарын сақтау ол өте маңызды, себебі бұл су құбырлары арқылы қаламыз таза ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Сондықтан жаңа нысанды салу алдын меншік иесі жаңа ғимараттың инженерлік коммуникацияларды, санитарлық қорғау жолағының шекараларын бұзатын бұзбайтынын тексеріп алуы керек.